Баршаңызға сәлем. Сіздерге бір жасағаннан жұмсақ болып шығатын құймақтардың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін толық көру үшін каналға тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болсын. Қантты саламыз. Жұмыртқамызды жарып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Үстіне сұйық май, 1 шай қасық тұзды салып, және тағы венчикпен араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз және үстіне қопсытқышты салып араластырып жібереміз. Және қоспамызға 2 бөліп сала отырып, венчикпен түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Соңында қайнап тұрған ыстық суды құйып, және тағы венчикпен араластырамыз. Табамызды қыздырып аламыз, және осылай шетінен құйып отырып, құймақтарымызды жасай береміз. Әр құймақтың арасына май жағып отырсаңыздар, өте дәмді шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, бірден сәтті шығатын рецепттердің бірі. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз дайын. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантып жүріңіздер, және де төменге пікір қалдырып, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз.